деген несі? Давай. Үлкен ит кәдімгідей. Бревно. Хорошо. Камень справа. С вашего. Вот, молодцы. Бревно. Хорошо. Негізі бала кезімде мен актер емес, мен журналист болуды армандайтынмын. Тапсырған кезде Еуразия ұлттық университетіне журналистика факультетінде орын қалмай қалды. Менің аты жөнім Макен Әділет. Жасым 28-де. Мен мамандығым бойынша театр және кино актермын. Бүгін таңда актер шеберлігінен балаларға сабақ беремін. Опору держите. Диафрагма работает. Бас. Актер шеберлігімен мен негізі университетте оқып жүріп сабақ бере бастадым бірінші курста. Бірінші курстың бірінші семестрі аяқталғаннан кейін мен осы біздегі Аружан ойын-сауық орталығында актер шеберлігінен курстар аштым. 2013 жылдан бастап, қазір 2020 жыл, 9 жыл болып қапты. Келе үйренесің. Ол бірден мен бір системамен бардым, оны сабақ берем, осыны үйренесіңдер деп барған жоқпын. Басында шыны керек ол былай айтады ғой, игровая комната сияқты. Балаларды келеді, актерскийға әкелдім дейді. Ал мен этюд жасаймын, балалармен бала болам, бірге ойнап кетеміз, секіреміз, бірдеңе қоямыз, құрастырамыз, бірақ келе тәжірибең жинала бастайды. Балаларды оқыту үшін, оқушыларды оқыту үшін сен өзіңде үйренуің керек. Соның арқасында сен оларды үйретесің, сен олардан бірдеңе аласың, өзін үйренесің. Ақан жаққан от бар да, сен қатырған мұз бар. Отым қашан сөніп ед, мұзым қашан еріп ед. Тоқта, осы жерден тоқтай сал. Неге тамағын салып айтып жатсың? Тоқтамайым. Тамағыңа салма, спокойнее. Жынданған күннің өзінде кішкене сабыр сақтап жынданшы. Менің ойымша, біріншіден, және де менің сабақтарымда ол практика емес, теорияға бағытталған. Оқушыларды теорияға үйретесің. Өйткені айтып өткендей, мысалы, инженердің өзі, немесе кімдердің, программистердің өзі, олар бірден отырып программа құрастырмайды. Java-ны ашып, немесе басқа бір программаларды. Олар басында үйренеді, теориясын өтеді. Сол сияқты актер шеберлігі де басында теориядан өту керек. Қандай актерский курстар бар? Курс дегенде, яғни системалар. Мысалы, Станиславскийдан ары қарай көбі біле қоймайды. Көріп жатқаным, маған келген оқушылар басқа актер курстарынан келеді, базовый сұрақтар қоясың, жауап бере алмайды. Өйткені білмейді, теориясын білмейді. Ертең менің шәкірттерім енді болашақта үлкен сахнаға шығып, режиссерлермен жұмыс жасағанда, ол режиссерлер сұрақ қою мүмкін. Кейін теория ол басты фундамент. Сол фундаментін қойып қойғаннан кейін уже практикаға көшеміз. Практика жүзінде балалар спектакльдер қояды, поэтический постановкалар бар өздерінің. Тіпті этюдтың өзін дәл осы жерде импровизациялап шығаруға болмайды. Этюдты кәдімгідей үйде үйреніп, талқылап, ойлап, сен не үшін оны істейсің? Не үшін орнынан тұрдың? Не үшін кружканы қолыңа алдың? Жүрдің, анда-мында сұрақ қою керек. Не үшін, кім үшін, неліктен сен оны істеп жатсың? Енді өнер адам болған соң біз бір жерде ғана жұмыс істеп қоймай, біз бірнеше жерде алып жүруіміз керек. Біріншіден, ол актер шеберлігі, өзінің мамандығым болғаннан кейін. Екіншіден, ол режиссура саласы, filmmaking, кино өндіру. Ол Айбек деген дос балам екеуміз ашқан продакшн, біз видео саласында жарнама түсіреміз, социальный роликтар, әртүрлі заказдар түсіп жатқан кезде, солар түсіріп отырамыз. Ол жерде мен режиссер және де сценарист ретінде. Бүгін таңда осы Назарбаев зияткерлік мектебінде режиссер мамандығында жұмыс істеп жатырмын. Қайтып оралып келдім. Концертті ұйымдастырып, бастан аяқ сценарийін жазып, құрастырып, нөмірлерді түгендеп, одан кейін толықтай концерттің қалай өтетініне мен жауаптымын. Мен білем, олардың 90% ертең жоғары оқу орнына актер болам деп, актер болмайды, киноға түспейді, театрда ойнамайды.
бірақ алған базасын, алған бүкіл білімін өмірде қолданып жүрсе. Бір үлкен тойда, кішігірім тойда, отбасыларында болсын. Ұялмайтындай, тілек айтатындай дәрежеге жетсе деген ойдамын. Hi. Good to see you. Me too. Are you back? Yeah. I heard. Yeah. I'm back. Let's dance in December. Yeah. Oh, really? We can dance? Me too. Okay. See you, Elizabeth. Bye. Әкем құрылысшы. Анам тігінші болып жұмыс істейді. Жамбыл. Ең біріншіден мен өзімді актер деп есептеймін. Себебі әлі де менің арманым үлкен бір жобада, үлкен бір кинода басты рөлді сомдап шығу. Кімнің рөлін болмасын, бірақ бір үлкен режиссердің жақсы бір киносы болатын болса, мен сол киноға атсалса жөнеле сол жаққа барамын, қатысам сол киноға. Әлі де үмітімді үзбедім. Университеттен кейін, университетте оқып жүріп, біраз кастингқа бардым. Қазір енді ойлап отырмын, әлі де 30-ға тақағанда бағым жанама деп актерлар толып отыр ғой ондай шетелде жүрген. 40 жасында первый раз снялся в кино, сол сияқты болып кетем бе деп ойлаймын. Басты рөлді өзім сомдап шығу үшін, өзім бір рөлде кинода ойнағым келгендіктен, мен өзім отырып сценарий жаздым. Ауылға сапар деген сценарий бар. Сол 10 сериал, соның бірінші бөлімін біз достарымызбен, балалармен бірге түсіріп шыққан болатынбыз. Бұл кабинетте осыдан 2 жыл бұрын мен филммейкинг, яғни кино өндіру саласынан сабақ бергем. Оқушылармен бірге кабинеттің ішінде ештеңе өзгермепті. Мына постерларды, мысалы, мен оқу жылы басталған кезде әр оқушыға айтқам, өзіңнің ең сүйікті фильміңнің постерін алып кел, қабырғаға жабыстырамыз, оны кейін артыңнан сендерден кейін із болып қалады. Негізі мына постерлардың барлығын ілген оқушылар уже түлек болып кетті, олар қазір көбі шетелде оқып жатыр. Бітіргендеріне 2 жыл болды биыл. Постерлары әлі орында тұр. Кәдімгідей тарихи. Концерт басталып кеткен сияқты, репетиция, соны көрейік. Еліміздің болашағын қандай деп есептеймін? Енді қандай екен білмеймін, шыны керек. Қандай болатын? Жақсы болатынына әрине бәріміз үміттенеміз. Болашағымыз біздің, еліміз біздің. Менің үлесім қандай десеңіз, менің үлесім ол жақсы ой санасы жетілген оқушыларды, шәкірттерді тәрбиелеу. Біз мектепте оқып жүргенде біздің мұғалімдер айтқан, елдің болашағы жастардың қолында. Ал мен де ойлап отырмын, өзімде сондай дәрежеге, сондай жасқа жетіп қалдым ба деп, өйткені қазір біз айтып отырмыз, біздің еліміздің болашағы жастардың қолында деп. Ал дәл қазір уақытта еліміздің болашағы барлығымыздың қолымызда. Тек қана жастардың емес, әрқайсымыздың қолымызда. Егер бәріміз қайттан элементарны көшеде кетіп бара жатып, жолда жатқан бір қоқысты көріп қалсаң, сен оны көтеріп лақтыра сал мусоркаға, урнаға лақтыр, сенің ештеңең кетпейді одан. Әркім өзінен бастайтын болса, еліміздің де болашағы ақырын жандана береді, ашыла береді. Друзья и Арушан выступят нормально, да, правильно? Да. А танец когда? Каким? Танцы были вообще? Да, было. Еще через 3 номера будет. Все хорошо. Все, Отлично. Так, вот осылай анда-санда оқушыларға концерттерді ұйымдастыруға көмектесіп отырамыз. Негізі бұл концертті оқушылар өздері ұйымдастырады. Бірақ дегенмен де редактурадан өту керек. Сол редактураны қадағалап көріп отырамыз. Нөмірлер өте керемет, өте әдемі, әсерлі нөмірлер. Менің арманым біздің осы арман болып қалмасын, ол мақсат болсын. Біздің мемлекетіміз, біздің әрбір біздің тұрғынымыз, әрбір Қазақстан Республикасының әрбір азаматы жылына кем дегенде бір рет шетелге шығып отырса.